Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қысқы ойын. Мақсаты қысқы ойын атауларын үйрену, шылаумен танысу. Ребята, тема сегодняшнего урока называется «Зимние игры». Сегодня познакомимся с названиями зимних игр на казахском языке и познакомимся с союзами. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер: шана – санки, шаңғы – лыжа, тоңу – мерзнуть, мұз – лед, аққала – снеговик, қырау – это иней. Жаңа сөздер дәптерге жазамыз және әдеттегідей сурет арқылы қайталап есте сақтаймыз. Шана, шаңғы, тоңу, мұз, аққала, қырау. Жарайсыңдар балалар. Келесі бірінші тапсырма: сөйлемдерді оқы. Ребята, в этом задании вам нужно прочитать предложение и определить, кто из ребят сказали эти предложения. Менің шанам зулап келеді. Мои сани мчатся. Шаңғы теуіп жүрмін. Я катаюсь на лыжах. Тоңдың ба? Үйге қайтайық. Ты замерз? Давай вернемся домой. Аққала жасау оңай ғой. Слепить снеговика очень легко. Менің коньки тепкім келеді. Я хочу кататься на коньках. Қараңдар, мәнерлеп сырғанай білемін. Смотрите, как я хорошо умею кататься. Я терезені қырау басқан, аяз өте күшті. Да, окна заиндевелые. Очень сильный мороз. Мұздан үйді қалай салады? Как построить дом изо льда? Ребята, посмотрите внимательно на картинки и определите, чьи это предложения. Келесі қысқы ойындар түрін анықтайық. Ребята, какие вы знаете зимние игры? Давайте подумаем. Қысқы ойындар түріне шаңғы тебу, коньки тебу, шанамен сырғанау және хоккей ойыны жатады. Я? Еще какие игры вы знаете? Енді есте сақта, яғни грамматика. Бүгін біз сіздермен шылауларды өтеміз. Сегодня мы с вами пройдем союзы және, мен, бен, пен, әрі, даде, тате, которые переводятся как и, еще, либо тоже. Мысалы, үйде анам және әкем бар. Это значит, дома есть мама и папа. То есть және переводится как и. Асқар мен Аян мектепке барды. Аскар и Аян пошли в школу. Ол ақылды әрі мейірімді. Он умный, еще добрый. То есть здесь союз әрі переводится как еще. Есік те, терезе де жабық. И дверь, и окна закрыты. Ребята, обратите внимание, как используются союзы в предложениях. Теперь давайте выполним по нему задание. Төртінші тапсырма сөйлем құрап жаз. Вам нужно, используя эти союзы, составить несколько предложений. Мысалы, ағам мен әпкем шаңғы тебеді. По образцу составьте несколько предложений и запишите его в тетради. Келесі үшінші тапсырма мәтінді оқы. Балалар, мәтінді бірге оқиық. Мен күн сайын орталық алаңға барып ойнаймын. Бүгін күн аяз, бірақ жел жоқ. Мүлде тоңған жоқпын. Бүгін Айгүл екеуміз аққала жасадық. Маған бәрі мүсінші Мерхат деп ат қойыпты. Алаңда басқада балалар ойнап жүр. Көрші бала Жанат шанамен сырғанады. Ал Қанат мұз қалашықтың қасында конькимен сырғанап жүр. Айгүлдің де коньки тепкісі келді. Оның беті аяздан қып-қызыл. Көрші әжей де таза ауада серуендеуге шығыпты.
Әжей балаларға қызықтап қарап тұр. Алаңда уақыт тез өтеді, әрі көңілді болады. Алаңда ешкім тоңбайды. Балалар, мәтінді тағы бір рет оқимыз, аудармасымен бірге. Және мәтін бойынша үй жұмысы 5-ші тапсырма, мәтіннің мазмұны бойынша сурет сал. Домашнее задание. Вам нужно нарисовать картинку по содержанию прочитанного текста. Ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.